Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін математика пәнінен 5 санын көбейту және бөлу кестесін құрастыруды үйренетін боламыз. Бұл математика пәні 2-ші сынып 82-ші сабақ. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалаңдар. Бірінші тапсырма. Есепте жауаптарды өсу ретімен орналастырсаң, Әлияның күн тәртібімен танысасың дейді. Яғни қараңдар, мына жерде Әлияның қимыл іс-әрекеттері жазылған, соның қасында өрнектер бар екен. Енді осы өрнектерді есептеп, сосын оны өсу ретімен ең кіші саннан жоғары санға қарай өсу ретімен орналастырсақ, біз Әлияның күн тәртібін біледі екенбіз. Міне қарасаңдар, мен қасына оны белгілеп қойдым, иә? Міне қараңдар, 18-дің 9-ға бөліндісі 2-ге тең. Әлия бұл кезде ұйқыдан тұрады екен бірінші. 27-ның 9-ға бөліндісі 3-ге тең. Яғни таңертеңгі гигиенасы, ол дегеніміз тісін жуады, беті қолын жуады, жаңағы жуынады, иә, жалпы бір сөзбен айтқанда. 32-ның 8-ге бөліндісі 4. Жаттығу жасайды, яғни таңғы жаттығуларын жасайды екен. 15-ті 3-ге бөліндісі 5, таңғы асын ішеді екен. 18-ті 3-ге бөлсек 6 сабағын оқиды екен. 14-ті 2-ге бөлсек 7, яғни ол түсте сабаққа барады екен. 16-ны 2-ге бөлсек 8 ұйықтайды екен. Яғни бұның арасында енді далаға шығу бар, кешкі тамағы, түскі асы тағы да бар шығар, иә? Жақсы, келесі тапсырма. Бұл бізде 2-ші тапсырма. Сырымның әрбір секіруінде 5 бірлік бар. 2-3 секіруінде неше бірлік бар дейді. Яғни қараңдар, бұл алдыңғы жолғы Айсұлу деген, мысалы біз айтып едік қой, 4 санның 3 санның жаңағы көбейту кестесіне дәл сол сияқты. Яғни қараңдар, сырым 1 секіргенде 5 бірлік, 2 секіргенде 10 бірлік, 3 секіргенде 15 бірлік. Яғни әрбір секірген сайын оған 5 бірліктен қосып отырамыз. Мысалы, бұл өте оңай. 5-ке 5-ті қосасыңдар 10, 10-ға 5-ті қосқан 15, 15-ке 5-ті қоссақ 20, яғни арғарай, яғни 5 бірліктен аттап отырсақ, бұл өте оңай екен. Жалпы көбейту кестесінің ішінде 5 санына көбейту және бөлу кестесі өте оңай көбейту кестесілерінің ішінде. Келесі кестеге қара, 5 санына көбейту және бөлу кестесіндегі әр бағаны толықтыр. Жаңағы 2-ші тапсырманың жалғасы, яғни бұл жерде міне 5 жерде 5-ім 25, 5 жерде 6-ым 30. Бұны біз, яғни жаңағы алдыңғы неден, жаңағы біз не себепті 5 жерде 5-ім, яғни 5-ті 5-ке көбейтуден бастап тұрмыз. Себебі біз 4 санын көбейту бөлу тапсырмасын кестесін, яғни үйренген болатынбыз. Ол жерде 4 пен 5-ті көбейтсек, яғни 20 екенін біз білеміз, иә балалар? Енді бұл жерде 5 жерден 5-ті 5-ке көбейтуден бастаймыз, яғни 5 санын 5 санына көбейтуден бастаймыз. Қараңдар балалар, міне 5 санын 5 санына көбейтсек 25, 5-ті 6-ға көбейтсек 30, 5-ті 7-ге көбейтсек 35, 5-ті 8-ге көбейтсек 40, 5-ті 9-ға көбейтсек 45. Яғни өте оңай, иә балалар, өте оңай. 5 бірліктен аттап отырамыз. Келесі 2-ші баған. 6-ны 5-ке көбейтсек 30, 7-ні 5-ке көбейтсек 35, 8-ді 5-ке көбейтсек 40, 9-ды 5-ке көбейтсек 45. Келесі енді бұл бөлу. 25-ті 5-ке бөлсек 5, 30-ды 5-ке бөлсек 6, 35-ті 5-ке бөлсек 7, 40-ті 5-ке бөлсек 8, 45-ті 5-ке бөлсек 9. Келесі 30-дің 6-ға бөлінісі 5, 35-дің 7-ге бөлінісі 5, 40-дің 8-ге бөлінісі 5, 45-дің 9-ға бөлінісі 5 екен. Жақсы. Келесі 3-ші тапсырма балалар. Сырым таңертеңгілік жаттығудың 6 түрінің әрбірін 5 реттен жасады. Сырым барлығы неше жаттығу жасады дейді. Яғни есептерге өрнек құрастыруымыз керек. Бұл жерде есеп берілген, оған өрнек құрастыру. 6 жаттығудың әрбірін 5 реттен орындаса, яғни 6-ны 5-ке көбейте саламыз деген сөз, е? Келесі, сырым аяққа арналған жаттығудың 5 тәсілін 15 рет орындады. Әр тәсілді неше рет орындады? Қарандар, 5 тәсілді 15 рет орындаса, яғни 15-ті бұл жерде керісінше 5-ке бөлеміз деген сөз. Себебі біз әр тәсілді қанша рет орындағанын білуіміз керек екен. Әр тәсілді 3 реттен орындаған екен. Міне балалар, келесі тапсырма, бұл бізде 4-ші тапсырма екен. Төмендегі өрнектерді пайдаланып, теңдіктер және теңсіздіктер құрастыр дейді. Мына жерде бірнеше өрнек берілген, бөлу және көбейтуге байланысты. Осылардың мәнін есептеп, сол бойынша теңдік және теңсіздік құрастырамыз. Теңдік дегеніміз
өрнектің екі жағы да тең болу керек. Мысалы, мына жақ өрнектің мәні мен келесі өрнектің мәні екеуі бір-біріне тең болу керек. Ал теңсіздік деген ол керісінше біреуі аз, біреуі жаңа теңсіздік өзінің атынан айтып тұр, біреуі аз, біреуі көп болып тұру керек. Міне мына екі қатарға қарасаңдар, балалар, мен біраз теңдіктер және теңсіздіктер құрастырдым. Осы бойынша өздеріңді тексеріп көріңдер. Жақсы, келесі тапсырма. Бұл бізде 5-ші соңғы тапсырма екен. Суретке қарап, гантельдің массасын анықта дейді. Бірінші суретке қарайық, балалар. Міне қараңдар. Мен қайдан білдім 10 килограмм екен? Мына жерде көрсетіп қойыппын мен 10 килограмм деп. Мен оны қайдан білдім? Қараңдар. Бұл жерде тараздың екі басы біріншіден тең тұр. Бірінші басында 2 килограммдық кіртасы мен бір гантель тұр. Келесі екінші басына қарасаңдар, 3 килограммнан 4 кіртасы тұр. Бұларды бір-біріне қоссақ қанша деген сөз? 12 деген сөз, яғни 12 болса, мына жағда демек мына гантель тұрған жағда 12 болу керек деген сөз. Яғни қараңдар, оның 12 килограмм болу керек, оның 2 килограммы кіртасы болса, яғни мына гантельдің массасы 10 килограмм деген сөз, балалар, 10 килограмм деген сөз. Міне осылайша мен бұл бірінші жағын таптым. Енді екінші жағына қарасаңдар, балалар, бұл жерде де 3 килограммдық 4 кіртасы тұр, сол жағында жаңағы оң жағында, енді сол жағында 2 кіртас тұр, жай ғана 2 гантель тұр. Енді мына 2 гантельдің әрқайсының массасын білу үшін біз мына жақта 3 килограммдық кіртастарды бір-біріне қосып аламыз, 12 шығады. Ал мына жақта кіртастың екеусі қосылып 12 болу керек. Екеуі бірдей. Енді ол 12-ні 2-ге бөлсек 6, яғни әр гантель 6 килограммнан болуы мүмкін деген сөз. Міне балалар, осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Сендерге кішкене болса да пайдасы тиеді деген ойдамын. Менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалағандарыңа көптен көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.